Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз қайталанбайтын және қайталанатын комбинаторикалық элементтерге байланысты есептердің кезекті видеосын түсіргелі отырмыз. Егер сіздерді осындай тақырыптар қызықтыратын болса, онда бұл видео сіздерге арналады. Сонымен алдыңғы видеоларда 1-ден 9-ға дейін есептердің толық шығарылу жолы түсірілген болатын. Ендігі бүгінгі видеомыз біздің 10-шы және 11-шы есептерге келеді екен. Сонымен есеп 10-шы есеп. Ғалымбек жұмыс үстелінде 7 түрлі кітап тұрды. Ол ауылына қыдырып барғысы келді және 3 кітабын өзімен бірге апарғысы келді. Ол қанша түрлі тәсілмен 3 кітабын таңдай алады дейді. Енді бұл есепті шығару үшін біз теруге саламыз. Теруге. Себебі 7 кітаптың ішінен өзіне керекті 3 кітабын, кез келген 3 кітабын алады. Сонымен 7-те 3 болады. Бұл дегеніміз 7 факториал 3 факториал бөлімінде 7 азайтамын 3 факториал болады. Тең. Алымында 7 факториал бөлімінде 3 факториал, 7-тен 3 таптасам 4 факториал болады. Енді бөлшектің бөлімінде үлкені 4 факториал, сондықтан 4 факториал қалады да, алымындағы 7 факториалдың 4 факториал қалып, 5, 6, 7 деген сандарды аша саламыз өзінен кейінгі. Одан барып алдыңғы тұрған 3 факториалды ашам, 1, 2, 3. 6 менен 6 қысқарып кетеді, сонда 5 жердегі 7 болады, есептің нәтижесі 35. Сонда біздің Ғалымбегіміз өзінің 7 кітабының 3 кітабын 35 тәсіл арқылы ауылына алып бара алады екен. Бұл есепте 35 деген С деген жауап бар. Келесі 11-ші есеп. Мейірбектің 7 түрлі кітабы бар. Ол өзінің 3 досына бір-бірден кітап сыйлағысы келді. Ол қанша түрлі тәсілмен 3 кітабын сыйлай алады екен. Сонымен бұл есепті шығару үшін біз орналастыруды пайдаланамыз. Орналастыру. Ол арпен белгіленеді. Сонда 7-тен 3 деп жазамыз. Бөлшектің алдына 7 факториал түседі. Бөліміне 7 азайтамыз 3 факториал түседі. 7 факториалды жазып қоям. Ал 7-тен 3 таптысам 4 факториал болады. Сонымен 4 факториал қалады да, арға 7 көбейтемін 6 көбейтемін 5-ті көбейтемін, бөлшектің бөлімінде 4 факториал болады. Сонымен 7 көбейтемін 6 көбейтемін 5. Мына екеуінің көбейтіндісі маған 30-ды береді. Оны 7-ге көбейтемін 210 болады екен. Сонымен Мейірбектің 7 әртүрлі кітабының ішінде 3 досына 210 тәсілменен 3 кітабын досына сыйлай алады. Бұл жерде 11-ші есептің жауабы Б жауап 210 болып тұр. Сонымен қайталанатын және қайталанбайтын комбинаторикалық элементтерге байланысты алғашқы 11 есебі осымен аяқталып тұр. Қош сау болыңыздар.